сосын мені айтқым келгені жоғарыдағы кісілерге құрылысшылардың статусын көтеру керек деп ойлаймын өзім. Жоғарыдағы кісілердің құлағына алтын сырға, Тоқаевтан бастап төмен қарай. Өйткені мынау мысалы құрылысшылар, мынау каменщиктер бар ғой, мынау тас қалаушылар. Ішінде жас буын жоқ, орта жастан асқан кісілер көбісі. Қазіргі мынау өсіп келе жатқан жас балалардан да сұрасаңыз, өскенде кім боласың десе, қай бала айтады сізге? Құрылысшы болам мен, тас қалаушы болам мен, сылақшы болам деп, мен бетоншы болам деп. Ешқандай бала айтпайды ғой. Дұрыс па? Өйткені құрылысшылардың статусы өте төмен, үкімет тарапынан соларға қолдау керек. Сосын пенсия жасын ертерек шығару керек бұл кісілердің. Бұл қысы жазы тоқтамайды. Мысалы құрылыс деген қысы жазы тоқтамайды. Құрылыс адам өмірі тоқтамаса тоқтамайды. Сол үшін бұл кісілердің нелерін статусын көтеріп ертерек пенсияға шығарып, анау неде август айында құрылысшылар күнінде кәмпитке бала бергендей бір нәрсе береді. Ол кәмпиттеріңді өздерің балаларыңа беріңдер. Статусын көтеру керек, үкімет тарапынан қолдау керек. Істеп жатқанымыз таза. Сенің құрылысың сырттан келіп бір істеп бермейді ғой. Істеп бергенмен жаны ашитын көзің қазағыңдай болмайды. Ассалаумағалейкум.